Бәріне сәлем. Сіздерге қазір түйменің орнына кнопканы қалай орнатудың әдісін көрсетеміз. Қорапшаның ішінде әртүрлі кнопкалар бар. Ол үшін арналған қысқыш бар. Әртүрлі насадкалармен. Оларға, осы насадкаларға осы кнопкалар дәл келіп тұр. Бүгін біз енді ақ халатқа, медицинский ақ халатқа ақ түсті кнопкаларды орнатамыз. Олардың мұны үстіңгі астыңғы жағы болады. Оң жақта үсті мен асты сол жақтан болады. Мысалы, түйме әйел адамға арналған болса, сол жақтан түйме болады, оң жақтан жаңағы өзінің петлясы болады. Сол сияқты кнопкалардың оң жағы мен сол жағы болады. Мұны қазір осы қақпасы, мынандай қақпасы бар, үшкір жағы болады, міне осындай міне. Сол жақ пен оң жаққа қойамыз. Бізге осы халатта екі кнопканы айырбастау керек. Қазір үшкірі бар қақпағын астыңғы жаққа қаратамыз да, мына қара жағын астыға қаратамыз да, үстіңгі жағында мынандай гелевый. Осылай қысқышпен қатты қысып, жаңа үшкірі сонда қатты қысқанда үшкірі жәйіліп мына үстіңгі жағына осылай жасалынады. Енді астыңғы жағындағы үшкірі бар қақпақты алып, түйме жағы, ар жағы жаңа петля болды, бер жағында түйме болады. Сол жақта әйелге арналған халат, осылай қатты қысқанда үшкірі жәйіледі. Оны көріңіздер. Кигізген кезде сол жақтан түйме болғандай, енді үстіңгі жағы жаңа оң жақта петля болатындай.